Assalamu alaikum Facebook қолданушылар. Бозул ата, қалқаман ата екен. Мына екі чуақтың аты. Жайнақ ата. Ерчегиш ата. Бұл жерде мына ушул Манастын 40 чоросын бардығы айкелдері тұрат. Бардығына ат жазып шығыптыр. Мына Ерағыш ата дейді. Көп білбейді. Білбейді, іші да жоқ. Бұлар кімдер болған, қандай ердек қылған, оны Мұзбұрчақ ата. Дағы Манастың бір чоросы. Ошоның аты. Ақаяр ата екен. Аты Ақаяр екен. Генералдар. 40 генерал екен да бұл. Үрбі ата, Дөрбі ата, Үммет ата екен. Жалаң. Манастың армиясының генералдарды 600 000 қошуынды ұшылар башқарып тұрғанда. Таз Баймат ата. Таз Баймат. Сырғақ ата, Ертөштік ата, Нұрдәулет ата. 3 батыр екен. Алманбет ата, Тайчабар ата, Маджик ата екен. Чубақтың өзі екен. Чубақ ата екен. Чубақ. Еш нәрсені білбей жашап жүрөбүз да біз. Же қырғыз екенбіз, тайны жоқ. Же да башқа бір Жайсаң ата. Мынандай батыр болған екен, Жайсаң. Чалыбай ата, Құтынай ата, Хажыбай ата. Ой, азаматтар, шындай батырлар болған екен да. Мына осы Көкче екен, Көкче ата. Мынаның батырдың атын қарағыла Шуту екен, Шуту ата. Манасты бұл ордаға келіп кеткеннен кейін сөзсіз түрде Манасты оқығын келеткен да. Мына Жамғырчы ата екен, Жамғырчы. Мына Байчоры ата. Ақжолтой ата. Көк қойын ата, көк бөрі ата екен найко. Ай азаматтар, Менің дағы азыр шындай 40 чорам болғанда. Айыл чарба министерствосына барып тұрып, чоң чатақ салат елем мен дағы. 30 жылдан беркісін берін сұрайт елем. Манастай болып, мойнына қылышты қойып тұрып, ұрчы уыл ата екен.
Мындай 40 шоро чыкпайт байбы менен. Жалаң эле 2 сотик, 3 сотик отургузгандар чыгып атат да. Даддил серек ата дейт. Субханалла, кандай сон, Ак бата ата. Мына чоролордун атын эле бир сыйра жаттап алсаң. Айдар ата. Чоролордун атында Айдар болгон экен. Айдар деген балдар көп бизде достор. Жаныбек ата дагы чоро болгон экен да, Жаныбек аттуулар. Ана азаматтар. Манас Ордо, ушул жерди кандай тааныбайсыңар, кыргызсыңарбы? Кыргыл чал ата. Бирок туура мен бекерлеп урушуп атам да. Может, бул кыргыз эмес. Кара Токо ата, Төлөк ата. Анандай батырлар болгон экен. Атай Сатай ата. Экөө тең батыр болгон экен. Атай аттуулар да батыр болгон экен. Мына осы центрде болсо Айкөлүбүз турат. Айкөл Манасыбыз мына. Жанындагы уча турган аждарлар менен. Машалла. Өтө жакшы жер экен. Муну бир жайчылыкта келип, бир 5 саат айланыш керек экен. Тети музейдин ичинде. Тети музей экен. Ошонун ичинде гид бар экен, полностью эмени түшүндүрүп берет экен. Баягы предисловие дейт го. Кыскача тааныштырып кетет экен. Сон сүрөттөрдү тартышыптыр. Эми укмуш сон Манас бабабыздын бардык эмесин берген. Мына көрүңүздөр. Айкөл турат, Айкөл. Кандай. Эми бул биздин байлыгыбыз, бул наследие. Кыргыздын байлыгы бул. Буну сакташ керек. Буну бардыгыбыз жок дегенде бир 4 сап болсо дагы Манастан айта билишибиз керек. Мына чет өлкөлөргө чыгып калганда сурап калат да, Манас эпосун билесизби? Манас эпосун кандай деп. Анан биз Манасты билем, Манас болуп тур, Манас атка конуп тур деп ушуну эле айта алабыз да. Бакай ата, Канекей апа. Мына Бакай ата. Кошой ата менен Баяман ата. Баяман деген дагы жөнөкөй ат эмес экен. Буну Баяман деп ат койгондон кийин балдары сөзсүз батыр болот экен да. Кошой, Бакай деп. Мына караңыздар. Мындай голубой элдерди отургузган экен. Эми айда күчүнө келиптир да. Вообще сулуу. Мына шаарда, Бишкекте, Ошто ушундай голубой элдер отургузсам неге болбойт? Баары эле ошо кара жыгач, мажирим тал бир нерселерди эле отургуза бересиздер. Мына карасаңыздарчы кандай кооздук, Мына ушундай кылып отургузсаңыздар. Аябай жакшы. Абасы таза экен. Мына өзү айылда жашаганга эмне жетсин, Өтө сон. Бердике атанын эстелигине бардыңарбы дейт. Мына туугандар, кайталап көрөсүңөр, баптыр. Мына Манас, Айкөл Манас мынанда турат.